Sarıdarsa hoca çok mutlu. Daha da Sarıdarsa. Саламатсыздар, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, спорт көрмандары. Бүгүн Ордол Ош шаары Шавкат спорт комплексинде бизде Ош футзал лигасынын 3-чү тур оюндары орун алууда. Мыкты беттештердин өтүп жаткан кези күндүн 2-чи беттеши тагыраагы Румс жана Кызыл Кая командаларынын кезигишүүсү аябагандай мыкты оюн болору күтүлүүдө. Себеби бул тайпада жеңиш менен чыгуу үчүн плей-офф баскычка калып кетпестен түздөн түз жарым-жартылай финалга чыгуу үчүн болгон жолдомону бул беттештен алса болот. Андыктан тайпалык баскычтарга назар сала турган болсок, Б тайпасында Кызыл Кая командасы, Ошму командасы, Румс жана Шавкат командалары буга чейин керемет оюндарды көрсөтүшүп, дээрлик командалар бири-бири менен өтө тең ойношкон. Андыктан анын жыйынтыгында Кызыл Кая командасы бир оюнда жеңишке жетишип, бирөөсүндө атаандаш менен тең чыгып, 4 ұпай жоголткан эле. Анын артында Ошму командасында да дал ошондой көрүнүш, бир жеңиш жана бир тең чыгуу менен 4 ұпай алып келүүдө. Ал эми Румс жана Шавкат командаларында азырынча бирден гана ұпай болгондуктан алар 3-чү, 4-чү орундуктарды ээлеп келишет. Ал эми Кызыл Кая командасы 1-чи орунда, Ошму командасы 2-чи орунда эле. Андыктан тайпалык баскычтар бүгүн бүтүп жатканына байланыштуу, акыркы оюндар болгонуна байланыштуу. Бүгүнкү жеңишти багындырган команда түздөн түз финалга жарым финалга жолдомо алып калуусу мүмкүн. Аны эсе силерге командаларды тааныштыралы. Румс командасы Ош шаарынын атынан оюн курат, беттеш өткөрөт. Андыктан алардын курамына назар сала турган болсок, Румс командасы командалар курамы 9-чу номурда Саматбек Арапбаев, 5-чи Икрам Давыдов, 8-чи Бактыяр Бактыбеков, 7-чи Мухаммед Алмазбек уулу, 4-чү Чыңгызбек Абдырасул уулу, 10-чу Иса Молда Исаев, 77-чи Мавленбек Нуриддинов, Алмаз Омаралиев 6-чы, 12-чи Исламжан Насирдинов, 1-чи команда дарбазачысы Александр Трембач жана 11-чи Тимур Умаровтар. Да ошол Румс командасы көк түстөгү оюн кийимде оюн көрсөтүшүүдө. Алгачкы керемет бир чабуулдардын бирин жасоого аракет кылып чабуулга чыгып көргөн, бирок коргоочулардан өтө алган эмес. Эми болсо Кызыл Кая командасынын чабуулу ашат деп күткөнбүз, бирок кызыл кийимде оюн көрсөтүп жаткан Кызыл Каялыктар бул чабуулду ийгиликтүү баштап жыйынтыктай алышкан жок. Командалар Кызыл Кая командасы курамын бул чабуулдан кийин тааныштырам. Румс командасы чабуулга чыгат. Саматбек Арапбаев чабуулга карай бар өнөктөшкө узатууну каалаган, бирок өнөктөшүн алып бөлүктөн издеп табылган жок. Эми болсо Кызыл Кая командасынын чабуулда 17-чи номурда Шерзатбек Тажбаев 10-чу номурда арткы бөлүктөн өнөктөшкө карай пас узатуу аракетинде, бирок тилекке каршы бул чабуулда ийгиликсиз кайтып турган кези. Ал эми ардактуу көрөрмандар, Кызыл Кая командасынын курамын толук тааныштыра турган болсок, 10-чу номурда Шерзат Тажбаев, команда капитаны бүгүн жана ошондой эле 77-чи Элеман Зарипов, 5-чи Рустамбек Абдуразаков, 1-чи дарбазачы Муслимбек Исмаилов, ошол пасты кош берген, өнөктөшкө карай жеткирип берген, 17-чи Сыражеңил Шакиров, 11-чи Максатбек Исмаилов, 4-чү Бектур Садыбакасов жана 9-чу Тынчтык Жолдошов. Учурда Сыражеңил Шакиров өнөктөшкө карай узаткан эле. Рустамбек Абдуразаков болсо оң канатка жеткирип берет. Кайрадан Исмаиловдон өзү тоо алган чабуулда
Кызылорда командасының ойыншылары шығып баратқан. Заков топ жоғалтуда Саматбек Рапаев Ромс командасының чабуылын жарату мақсатындағы өзіне топты қармап тұрады. Нүктешілерін тапқан соң артқы бөліктің ойдың қарағасыз болды. Молда Исаев нүктешкі чабуылға қарай шығып бару топ жоғалту. Үшінші Хабибул Абдуллаевтың ұзатқан пас жетпестен дағы бір кезектегі чабуыл жоқ шығып тұрады. Қапталысыздан Горшуны осы қызылқиялықтар алған соң Шеребек Тажбаевтың тағымыз пасы ұзатуы да алдыға қарай. Бұл командалар құрамдарға өзгөчө чабуылынан соң Рустамбек Абдразаков қандай кірісперін атқаруда. Телеке қаршы өнөктөші балким ошол бөлікті олғанда бұтын тосып болса да бұл чабуылды жиынтықтаса олмайды. Тағы бір мүмкіншілік Рустамбек Абдразаков. Александр Трембаштың қолына қапыстан келіп түшкен топ. Мұхаммед Алмазбекұлы. Қаптасынан топ жоғалтуда, бірақ қошылса да топ тағы да олса Румстың пайдасында. Алмазбекұлы мұқты өтіп бары. Атандашаның қолменен тоқтатып тұрған кезі. 7-ші номердан Сиражиддин Шакиров. Атандашың қолмен тоқтатуға арғасыз болуды. Андан өтіп кетсе, қопты чабуыл жаралмақ, бір уақыт тағы да осы бар. Дарбызға қарай соққы ұзатылады. Айыпты ойлы. Хабибул Абдуллаев. Александр Трембач. Тренге қарай жеткірі. Мұндай Бақтияр Бақтыбековқа мұндай қуатты ұрғыт көрі. Жеткіріп көрі. Мұндай топты тоқтатып кезектегі чабуылды жарату да ойға тұрбай. Форматтуу көрүүчүлөр учурда Атамедиа телеканалы сіздерге Ош футзал лигасынан 3-ші турдун оюндарын түз эфирден эмес тартылып алынып кийин YouTube ТМЧ жаңалыктары YouTube каналына жүктөлүп эфирден чагылдырып берүүдөбүз. Албетте буга чейин түз эфирлер болуп келген, бирок айрым бир техникалык себептерден улам түз эфир болбой турат. Ошондуктан Астан жогорку сапаттагы оюнду силерге чагылдырып берүүдө кызматташтарга Беспеш Мактылык Омарбековдор кызматташтарга болуудабыз. Андыктан YouTube бизди баракчадан көрүп турган болсо, сөзсүз түрдө биздин каналга катталыңыздар. Пас болчу. Дарбазачыга кармоого мүмкүн эмес эле. Шаша кетти көрүнөт. Муслимбек Исмаилов. Ойын режимі болды. Алған екен. Айыпты тәуілі көрсе болады. Алдында олса Молда Исаев жана 6-ші номердағы Алмаз Омаралиевтер. Қандай дерлік комбинацияны ойлап тауға әрекеттеніп тұрған шағы, ал ойлап тауысы керек жарай. Молда Исаевтың Алмаз Омаралиевке кіріс берісі, жақшы комбинацияның ішкі ашуысы. Комбинация ішкі ашты бір ақырайғы мақсатына жетпей отырады. Керемет ойлап тауын атқарышқан. Футзалда дал ушундай ыкмалар, тура мақсаттуу пайдалануу менен атаандаштын дарбаза торунда бир нече голдор жаратып, өздөрүнүн чегерчилигин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар футзалчыларда. Негизи эле футзалчы деген термин жок. Футбол ойногон спортчулардын баарын эле футболчулар, футболисттер деп айтып беребиз, атайын футзалчы деген термин жок.
қаптасынан қошуда. Самат Арапбаев. Өнердесін сақтаған емес. Шерзат Тажибаев. Рустамбек Абдразақов тереңге кірісіп береді. Александр Трембаш төшімен шыққан дырбыздан. Икрам Давыдов. Атандашынан озып кету мақсаты. Бірақ Шерзатбек Тажибаев аны голменен тоқтатып қалады. Мына сыға. Қалыстың ойыншыларға ұрған ишараты. Ешқандай қалысменен қарама-қарсы пікірге келіспей. Жақшысы ойнарды алдыға қарай улан қыла деген ишаратын көрсеткен болсын. Иса Дайсаев қапталдан қошуда топты талас сызығына тура жайғаштырбағандығы үшін топ атандаштарға қайырдан өткеріп берген әлі қаршы тарапқа. Алмаз Омралиев, Сұлтанмен, Исамыл Дайсаев, чалға қарай чөп барат, аз қаралықтан соққы жолдың. Исмайлов әлбетте өз жайында анчейіндер аға қуатты болған жоқ. Бір-бір көріктен. Күресі Алмаз Дайсаев болды. Алмазбек Омралиев көзірестер. Қатқа жасыған, атандаштың бұтын қапыстан тейіп, қоқыстатып алған өңдіні даракердің жардамы керек пе, қалыстардың түшімнен кейін шығады. Омралиев ойындылан тұға даяр, ешқандай қоопты жарақат алған емес, ешкімге сары айыппағаздар деле көрсетті. Жада қалса бұл жерде жоқ. Тескерісінше Алмаз Омралиев қоопты ойнағанына байланышты топ айыпты тағырағы Қызылқия командасында қалуда. Біз тескерісінше ойлағанбыз. Алмаз Омралиевке тағы бір ойындырысын бұзылысы Румс тарауынан Икрам Давыдов атандаштың бұтын артынан бұтын салып ойындырысын бұзуда айыптауын жақшы бір жайғаштып берген соң Нишамай Юлдашевтің, Нишамай Каримовтың өтірістен. Бешке пас берші. Қызылқия командасы стандартқа алды өрісі олады. Албетте Қалыс Тосманы да өз жайына жайғаштыруысы абзел. Сразу Шакиров болса тоғазында дарбыза қарай соққысын ұзаққан Александр Трембаш. Мұқты Радыбасын сақтап тұрған шағы. Қандай ғана керемет. Тосуны сейфті жасы отырады Александр Трембаш. Есіңіздер осы Буаченко ойын Шавкат менен Румс командасының тосын ойында дағы Александр Трембаш өзінің мұқтылығын көрсеткен болды. Дағы бір соққы қараңыздар. Александр Трембаш бүгін өте мұқты. Ашқылған қарышқылда еле бардып келген топтың барын өзінде сақтап дарбызасына қарай, дарбыза торына қарай ешбір топты өткербей тұрған шағы. Шерзат Тажибаев ертерек беріші керек. Икрам Давыдов андан топты алуда. Алмаз Омралиев, Саматбек Арапбаевқа, Арапбаевтан соққы. Топтама сызынан шығылайды. Исмайлов көштен атсосын баттан күтет, алға қарай жеткіріп беру. Дағы бір рет Александр Трембаш, Омралиев топқа қарай ашығып бару. Икрам Давыдовқа жеткіріп берген. Арапбаевта топ өтішкі өрісі олады. Омралиев ардан аға қайтырған бірақ жоқ. Қатасыздан қошып беру бар. Омралиев Арапбаевқа, Арапбаев бұл ұшырда да мұқты комбинация жасауға әрекеттен үшуді. Мүмкіншілік Икрам Давыдов ертелетші керек. Қандай кешуге, бірақ үшінсе топты сақтап қалыңдармызға ертерек соққы ұзату зарыл. Шерзат Тажибаевқа тиіп шыққан топ. Алмаз Омралиев бұл рет өзін қайырдан сынап көруге әрекеттенеді. Икрам Давыдов бірінші соққыны жасауды біраз кешіккен болчу. Андан кейін атандашынан қайра өзінің қатачылығын кетіріп, қатачылығын жуып, топқа жетіп бар топты алған, бірақ екінші соққыны жаратуда да топты біраз ғойру қараңғы тұрғандығы үшін Шерзат Тажибаев қорғаны бөлігіні жетішіп келуді. Александр Трембаш екінші қабаттан ойын жоқ, бош қалғандарымызға қарай соққы сірай Жедзеновтан. Дарбызға тамай емес. Мухаммед Алмазбек қапталдан қачып баруда. Талассыздығын бүтіп қалғанын байқалған үндін өт. Исамыл Дайсаев, Алмазбек ұлы. Исмайловтан дарбызына соққы келеді. Тәбірет қапталдан қошу. Мүмкіншілігі. Самат Арапбаев. Дарбызға. Қараңыздар қандай
керемет тоқтатты Дарбыза. Соққысы жолдауда бірақ анықтық жетішпей отырады. Бұл ойыншы үшін Исмаилов алдымызды. Ардақты көрушілер. Жазып алған, Дарбыза қарай соққысы Самулда Исаевқа тиіп шығуда. Мұстамир Абдразақов қалысқан наразышылық көзқарашымен қараған менен топ аларда сақталып тұрады. Қаптал сызығынан қошып беру. Шерсат Тәжібаев бір атандашы жазып алды. Екіншісіне дағы әрекет қылып көруді. Жоқ албетте қорғаушылар саны көпшілік болғандықтан топты жоғалтқан тереңге қарай шығарып беру. Тәжібаевта топ қалады. Алға қардан кеткірі. Аптал қалысы мұқты байқаған Мұхаммед Алмазбекұлының атандашын голмен тұрып көрдігін көріп жүрген жоқ. Демек айып топты бұл бөліктен Қызбай командасына қалдыруда. Бірінші өлікті гол күтіп қалауыз деген үмітті зардақты көрермандар. Рустамбек Абдразақов алып қаралықтан соққысы да мүмкіншілік бар. Дарбазашыдан шыққан топқа реакция жасау ғана жетішпей тұрған болшы. Реакция жасаудан виртуалды geçкен қызыққан ойыншыларға Румстың жауын бұрыз деген бар болшы. Бірақ Мұхаммед Алмазбекұлы атымыстан арын топталады. Жеткірі. Самулда Исаев бір бөлік. Мұстамир Абдразақов бенчеліктен мүтіріне 4 минуттан ашы уақыт бар. Соққығы дағы беріліп. Ардақты көрушілер ұшырдан пайдаланып, бізден бұл Ошқызал лигасын өтіп жатқан көзден көз салын қошқан. Бізден башқы демірші Ош мемлекеттік университетіне, жана шындырды бізден өткөштер, Лининг, Медиа телеканалы. Саламат клиникасы, Вау Эффект агенциясы жана полиграфия борборлорына рашылы білдіріп кетеміз. Жоғырқы мақсаттағы спорт иш-шарасына демірчілік қылған. Мұндай біздің өніктіштер ардайым бар болсын. Жана мұндай турнирлер ардайым тоқтығы ұлана берсін демек жөз. Қызда командасы. Тайм-ауттан соң қардан топ ойын таласында. Қызда командасы ойын тактикасын өзгөртіп шыққан сияқты, ойын таласына қайтқан сияқты. Алда байқай 3 минуттан ашы уақыт бар. Командалар бірінші өрікті кеншігімен аяқтай өте қоқты қағылышы. Қаптал үшірінде Қапталға жақын болған үшірді мұндай бір-біріне бұт салуларды жасалағандар дұрыс ойыншылардың себебі турнирдің намыттып тайпалық басқыштың баштап күлі турнирден борбордық бөлігіне орта шеміне келіп тұру өлі жарағат алып қалусы ешбір ойыншының қаласында олбаса керек. Рустамбек Абдразақов қандай керемет алған топты атандашынан Азил Абдуллаев. Азил Абдуллаев өзінің ойын стилінде. Мұтлучы менен қандай ғана аралық болбасын, әрбір ойын таласын әрбірілі чектінен Мұтлучы менен соққы жасап болдыраты өрет. Есіңіздерде болса, бұға чейін футбол сүйіншілердің арасында өткен Қарасу футзал лигасында Азил Абдуллаев бомбардирлердің сап башында келатқан болшы. Самат Арапаевтан соққы жолданады. Исмаилов қатаруда. Абдуллаев. Абдрасулов. Ұзаға соққы. Штан шығарып беру.
Kaptaldan koşu var. Roms komandası üçün. Abdurasулов toptu öz жайына жайгаштырды, ал эми Каптал калысы дарбыза үстүнө бир аз жылып кеткендиги үчүн Капталдан кошууда дагы бир катарчылык. Ромс командасында топ ордунан чыгып кеткен. Балким оюн талаасы биз ойлогондой тегиз эмес. Топту өз жайына жайгаштырган учурда мынтип топ кыймылдап кетип, Капталдан кошу катачылык менен жыйынтыкталууда. Ромс командасы кайрадан чалга чыгат. Арапбаев, Үмүттөшкө, Абдуллаев. Үмүттөшкө Арапбаевден сокку жолдоnuшу керек, жолдонгон. Коргоочуларга тийип чыккан топ. Абдурасулов. Тайм-аут Ромс командасы үшін 30 секунда қалған уақытта Ромстың ойыншылары тайм-аут алып тұрған шағы керек жоқ болчу. Тайм-аутта қайдан ойыншылар ойын таласында Ромстың Азизов Абдуллаев арата қопты көрсеткендігі үшін айыптоо азыр Ушта командасында калууда. Секундалар калууда. Тажибаев тирек сокку жолдо кошашат, жана соккусун узаткан Икрам Давыдовдун башка келип чыккан топ Капталдан кошуп берүү аткарылбайт болуш керек. Секунда бүткөн ооба. Касмышкырга жаңырды жана биринчи бөлүк 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ардактуу футбол көргөндөрү, футбол ишкоздору. Футзал лигасы 3-чү тур, 2-чү беттеш. Ромс жана Кызылга командалары бүгүн көк майдан үстүндө беттеш курушууда. Оюндун экинчи бөлүгү биринчи бөлүктө тең чыгуу менен аякташкан. Тагыраагы эч кайсы бир команда атаандаштын дарбыза торунан гол жарата алган жок. Самат Арапбаев оң канаттагы мукулдаттерин аткарууда. Алмаз Самралиев баштагы спас Икрам Давыдов жетишип баруусу мүмкүн эмес. Топко Шерзат Тажибаев Кызылтай командасынын оюнчусу Үмүттөшкө жеткирип берген. Эмиресе агырата бузуп Абразаков Күрүү аракеттери Икрам Давыдов сол канат. Кошу аткарылышы керек, бирок бизде азыр оюн токтоп турат. Балким оюн талаасы тазалоо иштери жүрүшү керек. The Bluetooth device is ready to pair. Kullandan 270 dolar
Bakçı bir.
Положение var. Aliev'den soktu. Egizikler üstü. Komandasında ардактуу көрүүчүлөр, техникалык себептерден улам бул экинчи бөлүктүн жарым минутасы комментарийсиз уланды. Ал үчүн көрөрмандарды түшүнүү менен кабыл алат деген ойдобуз. Жана оюнга карай киришсек, Эмил Абдуллаев Кыптал сизден кош арткы бөлүккө узаткан. Алиевден мүмкүнчүлүк, Икрам Давыдов жана гол! Алмазбек Омаралиев Румс командасынын пайдасы үчүн эсеп санын ачууда. Керемет оюн, керемет. Келеши вакыт. Үтөрүнө дагы да болсо көйлө минута бар, көйлө мүмкүнчүлүк бар. Шерзат Тажбаев керемет өтүп баруу атаандаштар арасында корчосунда калат. Бөлөк. Заков. Достар жазуу. Адразаковтан соққу Александр Тренов. Жайында. Тренге жеткирип берүү. Самат Арапаев баш менен өзүнүн стилинде ойнап барууга аракет кылган. Арапаев точно күрөш. Кызыкка чабууга чыгып барат. Гол чабуу кайтарылган. Румстун дагы чабуу. Негизсиз. Караңыздарчы, футзалдагы динамика кандай жогору. Бир жагдайда баяндап кеткичи болбой, экинчи жагдай, экинчи гоптуу үчүн жаралып, командалар өтө жогорку темптеги оюнду көрсөтө алышууда. Тренер штапыры, Сражденов. Заков. Тажбаев. Абдуллаев. Адрасулова. Арапаевтан мүмкүнчүлүк. Муташко жеткирди. Дагы бир гол. Румс командасында Абдуллаев. Эсеп санын, эсеп айырмачылыгын дагы бир ирет өзгөртүүгө жетишүү. Керемет оюн. 2-0. Будет тайм-ауттан соң ойынға қайтабыз. Тайм-ауттан соң командалар ойын таласында есеп сандар 2-0. Гол көрөбүз деп күткөнбүз, ал голду Германдарга тартылган Румс командасы болду. Исамолдо Исаев алыстаралыктан дагы бир сокусун узатууда коргошуга өтүп чыккан топ жана бурчтан чыгат берип Румс командасына койду. Абдуллаев чалга чыгып барууда. Александр Трембач сурулуп чыккан, аларга командасын голдон сактап калууга жардам берди. Абдуллаевди кечигүүсүнө себепчи болду. Бурчтан чыгарып берүү. Арткы бөлүк. Шерзат Тажбаев. Абдуллаев. Дотунуучу менен сокку жолду. Өзүнүн стили. Эч нерсе деп айта албайбыз. Бочин. Голдорду мындай ыкма менен жараткан көргөнбүз Азизул Абдуллаев. Омаралиев алдыга карай жеткирип берет.
Рамазан кошууда катарчылык жана жок жайдан асманга жеткен топ. Самат Арапбаев чалууга. Дарбазага сокку. Bunday sokkular азыр керек. Ромс командасы үчүн себеби эсептен алдыда баратат. Топторду жокко чыгаруу бешинчи рет бузулууда Ромс командасында. Эгерде дагы бир иретинде катарчылыкка жол бере турган болсо, андан кийин ар бир оюн эрежесинин бузулуусу пенальти менен аяктайт. Ойлашы керек эми. Самолдо Исаев, Намазбек Комрадиев, Арапбаев чабуулда. Тажбаев менен топтон ашып көрөт. Тажбаев эртерээк жиберүүгө аракет кылат. Топ дагы болсо талашында калууда. Абдразаков Арапбаевга түшкөн топ тарабызга сокку. Ромс командасынын oyuncuları наразычылык кылышкан. Тажбаев сокку. Сол каптан Александр Крембаштын ачык калган. Шарафет Тажбаевга алдырышты. Мыктыбайга Александр Крембаштын ачык калган. Шарафет Тажбаевга алдырышты. Мыктыбайга гол жаратууда. Ал бул ортодо болсо кайрадан тайм-аут Ромс командасында. Эсеп сандары 2-1 ардактуу көрөрман. Ромс командасы алда карай барууда, бирок кызыл кыян оюнчулары да ыкчамдуулук менен аларды кууп жетүүгө аракеттенишүүдө. Самат Арапбаев чалга чыгып барат, дарбазага соккусу. Каптал. Дарбазанын капталынан өткөн. Алга карай жеткирүү. Самат Арапбаев артка өзгө, каптан Давыдов. Борбордук бөлүк менен артка дагы болсо Омуралиевден сокку. Каптал. Тажбаев менен. Абдразаков. Каптал. Тажбаев беринге карай узатуусу жадан сокку болду. Айтор так болгон жок. Капталдан кошуу Ромс командасына. 1,5 минутка жакын убакыт бар. Эсеп Самарбаев. 2-1 дагы. Капталдан кошуу. Жеткирип ардактуу көрүүчүлөр, 3-тур оюндары 1-беттеште Спорт комитет жана Оюз тайпасында лидер Үччө командалар беттеш өткөрүштү. Эсеп сандары тең болуп жыйынтыкталган. Демек, бул бизде тайпалык баскычтарда акыркы оюндар болгондугу үчүн Үччө командасы
жарым финалга карай жолдомо алат. Ал эми Спортконцепт командасы бул турнир менен кошо айтышы акыркы беттешин өткөрдү, болгондо дагы лидер фаворити менен тең чыгып атамактардын арасына кирип барат да үчүн күрөш токтойлойт. Солга жана мынтип калсын ишкырыгы жагарды эсеп сандары Кибер Ромс командасы бул беттеште жеңишти багындырып 4 ұпай чогултууда. Керемет жагдай кардан Б тайпасына жаралып калат. Командалардын көрсөткүчтөрү баарыныкы бирдей болуп теңелүүдө. Сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу, кесиптешим Актылек Оңорбеков. Тумезия жаңылыктар YouTube каналынан болдук. Ош футзал лигасынын 3-чү туру 2-беттеш. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.